аял жас өлке танышылар экология мен табиғат зерттеушілерінің республикалық форумының жасыл клуб номинациясы, Бесқарағай ауданы Глубовка орта мектебі эко-белсенділік тобы, Шашубай Сырым, Кабишева Гүлназ, Бейбітов Ақсезім. Саны қоршаған орта экология Зерттеу мақсаты жасыл технологиялар, экологиялық білім беру және инновациялық экологиялық бизнес идеялардың тұрақты дамуына ықпалын анықтау. Міндеттері: жасыл қала ұғымының мазмұнын ашу, экологиялық білім берудің мазмұнын және маңызын талдау, волонтерлік жобалардың қоғамға деген әсерін талдау, инновациялық экологиялық бизнес идеялардың тиімділігін зерттеу және де мектеп деңгейіндегі жасыл клуб жобасын ұсыну. Қазіргі кезеңде жаһандық экологиялық мәселелер адамзат өркениетінің болашағына тікелей әсер ететін маңызды фактор болып саналады. Климаттың өзгеруі, ауаның ластануы, табиғи ресурстардың сарқылуы, тұрмыстық қалдықтардың көбеюі бұның бәрі әңгімелердің алаңдатуда. Жасыл қала қоршаған ортаны жақсартуға бағытталған технологиялар. Жасыл қаланы тазалап жүру керек. Күн энергиясы мен жел энергиясы олар энергия береді. Міне. Күн энергиясы ол таусылмайтын энергия береді. Ал жел энергиясы ол ауаны ластамайды. Ол ауаны кешірін азартады. Тыныс алу мүшелері, жүрек тамырларды тазартады, азайтуын ықпал етеді. Осы орайда жас ұрпақтың экологиялық мәдениетін қалыптастыру және жасыл бастамаларды қолдау уақыт талабы болып есептелінеді. Экологиялық білім беру және де волонтерлік саласының рөлі. Экологиялық білім тұрақты болашақ негізі. ЮНЕСКО мәліметтері бойынша экологиялық білім алған жастардың 70%-ден астамы табиғатты қорғау іс-шараларына белсене қатысады. Экологиялық білім тұрақты болашақ негізі дегенімізде, экологиялық білімнің беруі қоршаған ортаға жауапкершілікті арттырады, саналы тұтынуды қалыптастырады және де қоғамдық белсенділікті күшейтеді. Бұл жерде бізде сенбілік жүріп жатыр. Волонтерлік жобалардың әлеуметтік әсері, экологиялық волонтерлік түрлері, ағаш отырғызу, сенбіліктер, пластик жинау акциялар және эко-жәрмеңкелер. Қазақстанда бұл бағытта жұмыс істейтін ұйымдардың бірі Қазақстанның экологиялық ұйымдар қауымдастығы. Бұл суретте біздің мектебімізде сенбілік жүріп жатыр. Біз сенбілікті көктем және де күз мезгілдерінде жүргізіп отырамыз. Мектептегі жасыл клуб жобасының құрылымы: бірінші экологиялық білім беру, екінші практикалық әрекет бөлімі, үшінші экобизнес бөлімі. Жобаның мақсаты теория мен практиканы біріктіру. Глубовка орта мектебінде осындай таза Қазақстан акциясы бойынша өткізілген іс-шарада біздер бөтелкеге пластик бөтелкенің қақпағын жинадық. Бұл экологиялық бизнесқа нақты болып саналатын іс-шара. Менің ұсынарым пластик, шыны және қағаз қораптары және жәшіктері. Бұларды әр мекемелерге немесе әр қоғамдық орындарға қойып, әрқайсысына өзінің қоқыстарын салып, оны қайта өңдеуге болады. Сонда экологиялық бизнесті сақтауға болады. Жалпы зерттеу қорытындысы бойынша жасыл технологиялар қалалық экожүйені жақсартады. Экологиялық білім оқушылардың белсенділігін арттырады. Жасыл клуб мектептен басталу керек. Жалпы зерттеу қорытындысы бойынша жасыл технологиялар қалалық экожүйені жақсартады. Экологиялық білім оқушылардың белсенділігін арттырады. Жасыл клуб мектептен басталу керек. Табиғатты аялап, оны құрметтейік және сақтайық.